Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің жеке құрамына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне енгізілген өзгерістер бойынша семинар тренинг өткізілді. Жиында спикер ретінде Түркістан облыстық сотының судьясы Аймания Қуанышқызы, Түркістан қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Нұрбол Ешпанов, Түркістан қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Айгүл Отаубаева қатысып, 15-ші бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтыру, оның ішінде кодекстің 6 сыбайлас жемқорлық бабы, кәсіпкерлік қызмет саласындағы 2 құрам, мемлекеттік билік институттарына қол сұғатын және әкімшілік немесе қылмыстық іс жүргізу кезіндегі бұзушылықтарға байланысты құқық бұзушылық бойынша құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Осы әкімшілік кодексіне осындай өзгерістер енгізіліп жатыр. То есть былай айтқанда, где-то 2 жылдан аса біздің қызметкерлер осындай толтырған протоколдарды біз енді қайтадан осы жұмысқа кірісуіміз керек. Сондықтан келешекте осы салада біздің тарапымыздан былай айтқанда ешқандай кемшіліктер болмау мақсатында бұл жұмысымызды біз сапалы жұмыс атқару мақсатында біз осындай бүгін кішігірім кездесу семинар формат ретінде өткізіп жатырмыз.